Абдулкадыр Гейлани бала кезінде білім іздеп Багдадқа жол тартпақ болады. Олының шапанының астарына ақша тігіп беріп жатып шешесі, «Балам, ешқашан өтірік айтушы болма» деп өсиет айтады. Осылайша болашақ ғұлама керуенге ілесіп жолға шығады. Бір күні күтпеген жерден қарақшылар кезігіп, керуендегілерді қорқытып, дүние мүліктерін тартып алады. Бір уақытта қарақшылардың бірі, «Ей бала, сенде не бар?» деп ақырып қалады. «40 алтыным бар» дейді бала. «40 алтын? Қане?» «Шапанымның астарында тігулі». Қараса, расында да қойнында тігулі алтындары бар екен. Оны көргенде қарақшылар, «Бекер айттың, ештеңе жоқ дей салсаң, сені ешкім тексермес еді» дейді, қарқ-қарқ күліп. «Қателесесіз» дейді сонда бала. «Мен өтірік айта алмайым. Өйткені маған анам кетерімде өтірік айтпауды ескерткен. Егер сіздерді алдасам, біріншіден күнә жасар едім. Екіншіден, анамның өсиетін жерге тастаған болам». Қарақшылар баладан мұндай жауап күтпеп еді. Қапелімде ештеңе айта алмай сасып қалды. Қарақшылардың басшысы болса ойланып тұрып, «Бұл бала бізге үлкен сабақ ұқтырды. Қараш, кіп-кішкентай болып, уәдесін бұзудан, күнә жасаудан қорқып тұр. Қандай тазалық. Ал біз үлкен бола тұра, күнә жасаудан шімірікпейміз» дейді. Сөйтті де, керуендегілердің заттарының бәрін кері қайтарады. Керуен тонаумен жан баққан топ мүшелері көп өтпей тәубе етіп, қарақшылығын саттайды.